Жаздым жаймашуақ кез еді. Ауылдың үстін таңғы салқын жел сипап өтіп, арықтағы судың сылдыры алыстан естілетін. Бір үйдің ауласынан сиыр мүміресе, екінші жақтан әтеш шақырып, үшінші үйден әжейдің «Ей, Нұргүл, қазанға қарадың ба өзі?» деген дауысы шығатын. Бұл ауылда жаңалықтың тез тарайтыны сонша, бір үйдің шәйнегі қайнамай жатып, екінші үйдің шайы суып үлгеретін. Ауылдағы ең үлкен жаңалық сол күні таңертең шықты. Сағындықтың ұлы Ермек қалада үйленіп, ауылға келін түсірмек. Ермектің анасы Күләш апа таңғы сағат 7-тен бері үйдің бір бұрышынан екінші бұрышына жүгіріп жүр. Ойбай, мына үйдің түрін қарашы. Келін келет дегенде ғана адам өз үйінің қаншалықты шашылып жатқанын түсінеді екен ғой, деді ол. Қасында тұрған абысыны Гүлзира күліп. Сенің үйің шашылып жатқан жоқ, сенің көзің үйренбеген, деді. Не дегенің? Ештеңе, мен де сондаймын. Күләш апа оған қабағын түйіп қарады. Сен өзіңнің үйіңді көрдің бе? Көрдім. Қалай? Есікті аштым да қайта жақтым. Екеуі бір-біріне қарап тұрып күліп жіберді. Бұл ауылда Күләш апа мен Гүлзираның мінезі бір-біріне ұқсайтын. Екеуі де өздерін сабырлы санайтын. Бірақ екеуі бірге отырса, бір сағаттың ішінде ауылдың барлық мәселесін шешіп тастайтын. Сол кезде аулаға Күләш апаның екінші абысыны Зәмзәгүл кірді. Келін келе жатыр дейді ғой. Иә, деді Күләш апа. Қала қызы ма? Иә. Қолынан тамақ келе ме? Білмеймін. Шай қояла ма? Білмеймін. Қамыр жаяла ма? Оны да білмеймін. Зәмзәгүл басын шайқап. Ой, онда қиын екен. Несі қиын? Ештеңе білмейтін адам ауылға келін болып түссе, ауыл оны үйретеді. Гүлзира. Ауылдың өзі үйреніп кетсе қайтеміз, деді. Үшеуі ду күлді. Түске қарай ауылдың шетіне ақ түсті көлік көрінді. Күләш апа үйдің алдында тұр еді. Келді, келді, деп айқайлап жіберді. Ауладағы балалар бірден жүгіріп шықты. Көрші үйлердің адамдары да есік алдына шықты. Бір қарасан, ауылға келін емес, министр келе жатқан сияқты. Көлік тоқтады. Ермек бірінші болып түсті. Артынан әдемі, секі киінген жас келін түсті. Аты Айсұлу. Айсұлу ауылға алғаш рет келіп тіреді. Ол жан жағына қарап күлімсіреді. Сәлеметсіздер ме? Ой, айналайын, келдің бе? Деп Күләш апа оны құшақтап алды. Келдім апа. Шашадың ба? Жоқ. Жол қалай болды? Жақсы. Тамақ іштіңдер ме? Жоқ. Ой, онда тез үйге кіріңдер. Айсұлу үйге кіріп бара жатып, ауладағы үлкен қазанды көрді. Апа, мына қазан күнде қолданына ма? Күнде. Қандай тамақ піседі? Бәрі. Мен көмектесейін. Күләш апаның көзі жайнап кетті. Ой, айналайын, келінің дайын екен ғой. Алайда дәл сол сәтте Гүлзира сыбырлап. Бірден мақтама, 3 күн бақыла. Нені? Келінің көмектесейін дегені шын ба, әлде сыпайылық па? Күләш апа ойланып қалды. Кешке бүкіл ағайын жиналды. Ауылдың әйелдері бір бөлмеге, ер адамдар екінші бөлмеге жайғасты. Айсұлу дастархан басында үндемей отырып, бәрін бақылап отырды. Зәмзәгүл оған қарап. Қызым, қалада қандай тамақ жасайсың? Көбіне макарон, пицца, салат. Зәмзәгүлдің қабағы өзгеріп кетті. Пицца? Иә. Ол не өзі? Қамырдың үстіне әртүрлі нәрсе салып пісіреді. Зәмзәгүл басын изеді. Біздің шелпектің туысы екен ғой. Бәрі күліп жіберді. Айсұлу да күліп. Иә, солай деуге болады. Гүлзира. Ал ет асасын ба? Әрине. Қамыр жаясын ба? Үйренгенмін. Күләш апа қуанып. Ой, бәрін біледі екен. Зәмзәгүл бірден. Ертең бір сынап көреміз. Айсұлу оған қарап. Қалай? Қамыр жайғызамыз. Ермек сол жерде отырған. Апа, келінді емтиханға салмай-ақ қойындаршы. Сен үндеме, деді Күләш апа. Ертең үйленгеніңе бір атта болады. Әлі өзіңнің шылоғыңды қайда қоятыныңды білмейсің. Жұрт күлді. Ермек үнсіз қалды. Ертеңіне таңғы сағат 6-да Күләш апа Айсұлудың есігін қақты. Келін. Иә апа, тұрдың ба? Тұрдым. Ұйықтап жатқан жоқсың ба? Жоқ. Онда жақсы. Айсұлу есікті ашып. Не болды? Күләш апа, бүгін бауырсақ пісіреміз. Айсұлу күлімсіреп. Жақсы. Қамыр илей аласың ба? Иә. Қатты ма, жұмсақ па? Орташа. Ой, орташа деген не? Қамыр ғой?
Күләш апа күліп. Жер, өзім білесің екен. Ас үйге кіргенде Гүлзира мен Зәмзәгүл де дайын отыр екен. Айсұлу бірден түсінді. Бұл жай ғана бауырсақ емес, бұл ауылдық комиссия. Қамырдалды, жайып бастады. Зәмзәгүл көзілдірігін түсіп. Жақсы жайып жатыр. Гүлзира. Қалымдығы дұрыс. Күләш апа. Қойындарша, қызды қорқытып. Айсұлу күліп. Қорқпаймын. Сол кезде есік алдынан Ермек. Апа, мен де көмектесейін бе? Үш әйел бірдей. Жоқ. Ермек қайта шығып кетті. Мені неге үйдің адамы санамайды өзі, деп күңкілдеді ол. Бірнеше күн өткен соң Айсұлу ауылдың тіршілігіне біртіндеп үйрене бастады. Бірақ ауылда оның әр әрекеті жеке жаналық болатын. Бір күні ол аулаға шығып киім жайып жүрді. Көрші апа қоршаудың ар жағынан. Келін. Е? Кір жайып жатырсың ба? Е? Қара, дұрыс жай. Жел қатты болса ұшырып кетеді. Жақсы. 10 минуттан кейін. Келін. Е? Ана көйлегіңді ішкі жағына аудар. Күн оңдырмайды. Жақсы. Тағы 10 минуттан кейін. Келін. Айсұлу күліп. Тағы не болды? Ештеңе, жай шақырып көрдім. Айсұлу басын шайқап күліп жіберді. Сол күні кешке Ермекке. Сендердің ауылда бәрі бір-бірін бақылап жүреді екен, деді. Ермек. Е? Неге? Бос уақыт көп. Ал өздерінің шаруасы ше? Бір-бірін бақылау сол шаруаның өзі. Айсұлу күліп. Түсіндім. Бір күні ауылда үлкен мәселе пайда болды. Күләш апаның ем жақсы тауығы жоғалып кетті. Мынау жай тауық емес, деді ол. Не болған? Тағызыл тауық еді. Күнде таңертең жұмыртқа беретін. Гүлзира. Қашып кеткен шығар. Қайда қашады? Қоршау жабық. Зәмзәгүл. Біреу алып кеткен шығар. Осы сөзден кейін үшеуі бір-біріне қарады. Ауылдағы тергеу басталды. Бірінші күдік көршінің балалары. Екінші күдік түлкі. Үшінші күдік Айсұлудың өзі. Күләш апа. Жоқ, келінім алмайды. Гүлзира. Мен де алмайды деп ойлаймын. Зәмзәгүл. Бірақ жана келген адам бәрін білмейді ғой. Мүмкін тауықтың бағасын білмей бір жаққа жіберіп алған шығар. Айсұлу мұны естір. Апа, мен тауықты көрген жоқпын. Күләш апа. Білем айналайын. Біз жай тексеріп жатырмыз. Нені? Тауықты. Тауық жоқ қой. Сол үшін тексеріп жатырмыз. Түстен кейін Ермек аулаға кірді. Қолында бір шелек бар. Апа, мынау не? Не болды? Мен ауылдың ар жағынан келе жатсам, біздің тауық жүр екен. Қайда? Бәрі жүгіріп шықты. Тауық көшінің қорасынан табылды. Күләш апа. Ей, сен қалай барып жүрсің? Тауық үнсіз тұр. Гүлзира. Тауықтан жауап күтпе. Зәмзәгүл. Бәлкім ауылдан көшіп кеткісі келген шығар. Айсұлу. Мүмкін оғанда жаңа жер керек болған шығар. Бәрі күліп жіберді. Содан бастап ауылда тауық мәселесі деген сөз әзілге айналды. Арада бір ай өтті. Айсұлу ауылға әбден сіңісіп кетті. Ол енді таңертең ерте тұратын. Бірақ ең қызығы, ауылдағы әйелдер де оған үйреніп қалды. Бұрын әр нәрсеге ақыл айтатын абысындары енді өздері одан кеңес сұрайтын болды. Бір күні Гүлзира келді. Айсұлу, сен интернеттен бір нәрсе қарай аласың ба? Әрине. Мұна телефонымның дауысы шықпай қалды. Айсұлу қарап. Дыбысын өшіріп қойыпсыз? Ойбай. Зәмзәгүл. Мен айттым ғой, бұл телефонның өзі кінәлі деп. Айсұлу күліп. Телефон кінәлі емес. Күләш апа. Сен келгелі біздің үйдегі барлық техниканың құпиясы ашылып жатыр. Айсұлу. Тек техника емес, апа. Нені меңзеп тұрсың? Ештеңені. Күләш апа күліп. Жақсы келін екенсің. Күзге қарай ауылда той болды. Ауылдың барлығы жиналды. Айсұлу дастарханның басында жүріп, бірде шай құйып, бірде қонақтарға көмектесіп жатты. Күләш апа сырттай қарап тұрды. Қасында Гүлзира. Келініңе көңілім тола ма? Күләш апа біраз ойланып. Толады. Басында қорыққан едің ғой. Иә. Неден? Қалада өскен қыз ауылға үйрене алмайды деп ойладым. Гүлзира жымиып. Ал қазір? Күләш апа Айсұлуға қарап. Қазір ауыл оған үйреніп алды. Екеуі күліп жіберді. Сол кезде Айсұлу бұларға қарай. Апа, неге күліп тұрсыздар? Күләш апа. Сен туралы сөйлесіп тұрмыз. Жақсы ма? Өте жақсы. Зәмзәгүл ар жақтан. Тек бір кемшілігі бар. Айсұлу. Қандай?
Сен бізден бұрын келіп, бәрін үйреніп алдың. Енді біз саған үйреніп жатырмыз. Айсұлу күліп. Онда ауылда бірге үйренейік. Күләш апа оның иығынан қағып. Дұрыс айтасың, қызым. Кеш батып, ауыл үстіне тыныштық орнады. Күндізгі у-шудың орнына алыстан иттердің үргені, самал желдің дыбысы естілді. Айсұлу аулаға шығып аспанға қарады. Ермек қасына келді. Не ойлап тұрсың? Ауылға алғаш келген күнім есімде. Қорқтың ба? Біраз. Қазір ше? Айсұлу күлімсіреп. Қазір осы ауылда қимайтын сияқтымын. Ермек. Неге? Мұнда бәрі қызық. Не қызық? Бір тауық жоғалса, бүкіл ауыл тергеуші болады. Бір келін келсе, бүкіл ауыл ұстаз болады. Бір күлсе, бәрі күледі. Ермек. Ал мен ше? Сен бе? Иә. Айсұлу күліп. Сен осы ауылдағы ең тыныш адам екенсің. Ермек таңғалып. Мен бе? Сол кезде үйдің ішінен Күләш апаның дауысы шықты. Ермек, қайда жүрсі? Қонақ келді. Ермек басын ұстап. Мен тыныш адамын дедің бе? Айсұлу күліп. Қателесіппін. Екеуі үйге қарай жүгірді. Ал ауылдың бір шетіндегі үйден тағы бір дауыс естілді. Ей, Гүлзира, ертең сенің үйіңге барамын. Не үшін? Ештеңе емес, сөйлесіп қайтам. Қазір айт. Телефонмен айтсам қызығы жоқ. Ауыл тағы да түнгі әңгімеге кірісті. Өйткені ауылдың қызығы үлкен оқиғаларда емес, бір-біріне деген әзілінде, ақылында, ренішін тез ұмытып кететін көңілінде, бір табақ тамақты бөліп жейтін кеңдігінде еді. Ал Айсұлу сол ауылға келін болып қана түскен жоқ. Ол жаңа бір отбасының мүшесі болды. Абысындарын әпкелеріндей көрді, енесін анасына жақын тартты. Ал ауыл оны өз қызындай қабылдады. Содан бері ауылда бір нәрсе өзгерді. Бұрын келінге бәрі ақыл айтатын. Енді келін келгенде бәрі Айсұлу, мынау қалай ет? Деп сұрайтын болды. Бірақ бір нәрсе өзгермеді. Күләш апаның қызыл тауығы. Ол әлі де көшінің қорасына кіріп кетіп жүретін. Ал оны әр жолы Айсұлу тауып алатын. Сондықтан ауылда жаңа бір сөз пайда болды. Тауық жоғалса, келінді шақыр. Сол сөзді естіген сайын Айсұлу. Мен келінмін бе, әлде ауылдың тергеушісімін бе? Деп күлетін. Ал ауылдың адамдары. Екеуі де, деп жауап беретін. Сөйтіп бір қарапайым ауылға түскен бір келіннің арқасында күлкі де көбейді, әңгіме де көбейді. Адамдардың бір-біріне деген мейірімі де көбейді. Өйткені кейде жаңа келген адам отбасыға жаңа тәртіп емес, жаңа жылулық алып келеді. Ал жылулық бар жерде әзіл де, береке де, бақыт та бар. Айсұлудың ауылға келін болып түскеніне бірнеше ай болған еді. Бұрын ауылдың тіршілігін сырттай ғана қызық көретін Айсұлу, енді сол тіршіліктің бір бөлігіне айналған. Таңертең ерте оянса, ауылдадағы тауықтарға жем шашып, самаурынға су қоятын. Енесі Күләш апа қасында жүріп. Келін, ана шелекті әкелші. Қазір апа. Жоқ, мынауын емес, үлкен. Мынау ма? Жоқ, ар жағында ба. Мынау ма? Иә, сол. Айсұлу шелекті алып келе жатып. Апа, сіз неге бірден ар жақтағы үлкен шелекті әкел демейсіз? Күләш апа күліп. Келінің таңертеңгі миын жұмыс істету керек. Менің миым онсыз да жұмыс істеп тұр. Ендеше жақсы екен. Екеуі күліп жіберетін. Ауылдағы күндер осылай өтетін. Бірақ бір күні бұл тыныш тіршілікті Ермектің інісі Нұрланның үйленуі өзгертті. Нұрлан үйдің кенжесі еді. Өзі көңілді, сөзге шешен, бірақ бір нәрсеге келгенде жалқаулық ұстайтын. Ол ауылда бәрінің еркесі, әкесі. Нұрлан, ана шөпті жина. Қазір. Қашан? Қазір. Қай қазір? Осы қазір. Сөйтіп 2 сағат өтетін. Нұрланның қазірі ауылда жеке өлшем бірлігі болып кеткен. Бір күні Нұрлан үйге кіріп келді. Апа, не болды? Мен үйленем. Күләш апа қолындағы кесесін түсіріп ала жаздады. Не дедің? Үйленем. Гүлзира. Кімге? Қызға. Зәмзәгүл. Қыз екеніне сенімдісің бе? Нұрлан қабағын түйіп. Әрине. Жоқ, сенің сөзіме сеніп тұрған жоқпыз. Қыздың өзіне хабарластық па деп тұрмын. Бәрі күлді. Нұрлан. Аты Мөлдір. Айсұлу. Қай ауылдан? Көрші ауылдан. Күләш апа. Қалада өскен емес пе? Жоқ. Ауылдың қызы ма? Иә. Күләш апа қуанып.
Онда жақсы екен. Нұрлан. Неге? Себебі ауылдың тіршілігін білет. Айсұлу күліп. Апа, келін таңдағанда жұмысқа адам алып жатқандай сөйлейсіз. Келін деген үйдің берекесі ғой. Дұрыс. Күләш апа Айсұлуға қарап. Сен де кезінде қалада өскен қыз едің. Бірақ үйреніп кеттің. Үйрендім. Сондықтан мөлдір де үйренеді. Нұрлан бірден. Бірақ мөлдірге ешкім қатты талап қоймасын. Күләш апа. Біз кімге талап қойып едік? Гүлзира сыбырлап. Тауық жоғалғанда келіннің өзіне дейін күдіктенгеніміз есіңде ме? Күләш апа. Ол басқа мәселе. Айсұлу күліп. Мен әлі ұмытқан жоқпын. Мөлдірдің келген күні ауыл тағда дүрлеп кетті. Келін түсетін үйдің алдына үлкендер жиналды. Әйелдер бір-біріне. Қандай екен? Жақсы екен дейді. Мінезі қандай? Білмеймін. Тамақ жасай ма? Білмеймін. Онда не білесің? Әдемі екен. Оны бәріміз көріп тұрмыз ғой. Алдағы жаңалық осылай талқыланатын. Мөлдір түскенде, Айсұлу оны бірден өз бауыры келгендей қарсы алды. Қош келдің, Мөлдір. Рахмет. Қорықпа. Мөлдір күлімсіреп. Қорықпаймын. Бәрі жақсы болады. Күләш апа да келіп. Қызым, бұл үйге өз үйіңдей кір. Мөлдір. Рахмет апа. Сол кезде Нұрлан. Апа, Мөлдірді бірінші күннен жұмысқа салмаңыз. Күләш апа оған қарап. Сен бірінші күннен жұмыс істеп жүрдің бе? Жоқ. Сол үшін айтып тұрмын. Бәрі дөкілді. Бірнеше күннен кейін Мөлдір мен Айсұлу жақын болып кетті. Екеуі күнде бірге жүретін. Ауылда енді екі келіннің күлкісі қатар естілетін. Бір күні екеуі ас үйде бауырсақ жасап отырғанда Гүлзира кірді. Қыздар, не істеп жатырсыңдар? Айсұлу. Бауырсақ. Гүлзира. Маған бермеңдер. Мөлдір. Неге? Диета ұстап жүрмін. Айсұлу. Қашаннан бері? Бүгін таңнан. Мөлдір. Ал таңертеңнен не жедіңіз? 3 бауырсақ. Айсұлу күліп. Үшеуі диетаға кіре ме? Гүлзира. Кіреді. Қалай? Біреуін таңғы ас, екеуін көңіл күй үшін жедім. Үшеуі дөгілді. Күндер өтіп жатты. Бір күні ауылға алыстан қонақтар келетін болды. Күләш апа. Бүгін үйде қонақ көп болады. Айсұлу. Қанша адам? Білмеймін. Қалай білмейсіз? Қазақтың қонағы санала ма? Мөлдір. Апа, қанша тамақ жасаймыз? Көп. Қанша ет? 1 қой. Айсұлу таңғалып. 1 қой жетеді ме? Күләш апа. Жетпесе тағы біреуін пісіреміз. Ермек сырттан естіп. Апа, қойды оңды солды пісіре бермеңізші. Күләш апа. Сен қонақ күтуді менен үйренесің. Ермек. Мен үйреніп жүрмін ғой. Нені? Қонақ келгенде ең бірінші сыртқа шығып кетуді. Күләш апа. Сен! Ермек қаша жөнелді. Сол күні кешке қонақтар келді. Үй іші у-шу. Балалар жүгіріп жүр, әйелдер шай құйып жатыр. Ер адамдар сыртта әңгімелесіп отыр. Ауылдың бір үлкен кісісі дастархан басында. Қалада адамдар бір-бірімен амандаспай дейді ғой. Күләш апа. Солай дейді. Ал ауылда ше? Гүлзира. Ауылда амандаспасан, анау-мынау емес, бүкіл ауыл сенің жағдайыңды сұрап шығады. Біреу. Қайда барасың? Дүкенге. Не аласың? Нан. Қанша? Біреу. Неге біреу? Бір адамға. Үйде кім бар? Әйелім. Балалар ше? 3 бала. Онда бір нан қалай жетеді? Жетпейді. Ендеше 2 ал. Жақсы. Айсұлу жанында тұрып күліп. Апа, сіздердің ауылда дүкенге барғаның өзі есеп беру сияқты екен. Күләш апа. Ауылда адам жалғыз өмір сүрмейді, қызым. Бірақ ертеңіне қызық жағдай болды. Нұрлан таңертең үйге жүгіріп кірді. Апа, тағы не болды? Малды таппай жатырмын. Қай мал? 2 қой. Күләш апа. Қайда жоғалды? Қорада жоқ. Гүлзира. Тағы ма? Айсұлу. Тағы не? Гүлзира. Бұл ауылда жоғалған нәрсе көп. Мөлдір. Бұрын тауық жоғалып еді ғой. Айсұлу. Нұрлан. Қойда жоғалды. Күләш апа. Сен қойды өзің бақтың ба? Қай жерге апардың? Нұрлан ойланып. Білмеймін. Күләш апа маңдайын ұстады. Сен қойды жоғалтпағансың. Қалай? Сен қойдың қайда екенін ұмытып кеткенсің. Бүкіл ауыл қой іздеуге шықты. Бірі сайға барды, бірі өзен жаққа кетті. Балалар төбеге шықты. Айсұлу мен Мөлдірді іздеп жүр.
Bir кезде мөлдір. Анау не? Қайда? Ана төбенің ар жағында бірдеңе тұр. Айсұлу қараса, екі қой. Таптық. Нұрлан жүгіріп келді. Ой, мен сендерді қайдан іздеп жүрмін? Айсұлу. Қойдар өздері сені іздеп жүрген шығар. Мөлдір. Сенің қойларын сенен ақылды екен. Нұрлан. Ей, қойға тіл тигізбеңдер. Бәрі күліп жіберді. Сол күні Нұрланға Күләш апа. Қойға қоңырау тағып қой. Неге? Сен қайда кеткенін білмесен, қоңырауынан тауып аламыз. Арада біраз уақыт өткенде, ауылда тағы бір қызық басталды. Ауылдың үлкендері жастардың бәріне бір күндік ауыл тазалық ұйымдастырды. Таңертең бәрі жиналды. Күләш апа. Бүгін арықтарды тазалаймыз. Нұрлан бірден. Апа, мен белім ауырып тұр. Мөлдір. Кеше ауырмап еді ғой. Түнде ауырды. Неден? Болашақ жұмысты ойлап. Айсұлу күліп. Нұрлан, сенің белім жұмыс көрсе ғана ауырады екен. Ермек. Мен де байқап жүрмін. Нұрлан. Сендер маған қарсысыңдар. Күләш апа күректі ұстатып, мә, Нұрлан күрекке қарап, бұл не? Күрек. Білем. Ендеше жұмыс істе. Жастар арық тазалап жүрді. Бір кезде Нұрлан күректі қойып, шай ішейікші. Мөлдір. Жаңа ғана бастадым. Жұмысқа дайындалу үшін шай керек. Айсұлу. 1 сағаттан кейін. Жарты сағаттан кейін? Жоқ. 40 минут? Жоқ. 10 минут. Мөлдір. Нұрлан, сен саудаласып тұрғаныңды білесің бе? Нұрлан. Шай үшін бәріне дайынмын. Кешке ауылдың тазалығы біткен соң, үлкендер жастарға алғыс айтты. Ауылдың үлкен ақсақалы. Бала деген елдің ертеңі. Жастар үнсіз тыңдады. Ауылдың көркі таза көшеде ғана емес, адамдарының бір-біріне деген сыйластығында. Айсұлу осы сөзді ерекше қабылдады. Себебі ол ауылға келгенде бәрінен бұрын қорыққаны бөтен болып еді. Бірақ қазір ол ешкімге бөтен емес еді. Бір күні Айсұлу төрде отырып енесімен әңгімелесіп қалды. Апа, иә? Мен алғаш келгенде сіз мені сынайсыз деп ойлағанмын. Күләш апа күліп. Неге? Қалада өскенмін ғой. Мен де сені түсінуге тырыстым. Қалай? Өйткені сен де бір үйден тәрбие алып келдің. Біз сені сынау үшін емес, бірге үйрену үшін қабылдауымыз керек. Айсұлу үндемей қалды. Күләш апа оның қолынан ұстап. Келін деген бөтен адам емес қызым. Тек басқа үйден келген қыз. Айсұлудың көзіне жас келді. Рахмет апа. Жылама. Жыламаймын. Жыласаң Гүлзира көріп қояды. Неге? Ертең бүкіл ауыл біледі. Екеуі күліп жіберді. Сол кеште абысындар бірге шай ішіп отырды. Гүлзира. Қыздар, мен бір нәрсе ойлап жүрмін. Айсұлу. Не? Ауылда келіндер клубын ашайық. Мөлдір. Қандай клуб? Келіндер жиналып шай ішіп әңгіме айтатын. Айсұлу. Оның несі жама? Гүлзира. Ештеңесі. Мөлдір. Онда клубтың аты не болады? Гүлзира ойланып. Бауырсақ және жаңалық. Айсұлу күліп. Апа, жаңалықты қайдан аласыз? Өзіміз шығарамыз. Мөлдір. Онда мен мүшелікке кіремін. Айсұлу. Мен де. Күләш апа сырттан. Мен де кірейін бе? Гүлзира. Сіз клубтың төрайымы болыңыз. Күләш апа. Неге мен? Себебі сізде жаңалық көп. Күләш апа күліп. Ендеше ертең алғашқы отырыс. Ертеңіне ауылдың 3 абысыны, 2 келіні, тағы бірнеше көреуші әйел жиналды. Үстелде бауырсақ, қаймақ, құрт, шай. Бәрі күліп отыр. Бір әйел. Қыздар, бүгін бір-біріміз туралы жаман сөз айтпаймыз. Гүлзира. Әрине. Күләш апа. Тек жақсы сөз айтамыз. Зәмзәгүл. Келістік. 1 минут үнсіздік болды. Сосын Гүлзира. Бірақ Нұрланның қой жоғалтқан туралы айтуға бола ма? Бәрі ду күлді. Күләш апа. Ол тәрбиелік мақсатта. Нұрлан сырттан. Мен бәрін естіп отырмын. Гүлзира. Естісең кір. Нұрлан. Жоқ, мен өзім туралы жиналысқа қатыспаймын. Мөлдір. Неге? Себебі мені ешкім жақтамайды. Айсұлу. Өйткені сен өзіңді өзін ақтай алмайсың. Нұрлан. Мөлдір. Сен де менің әйелімсің ғой. Сондықтан шындықты айтамын. Нұрлан басын шайқады. Үйренгеннен кейін әйелдің сөзі өзгермейді екен. Мөлдір. Жоқ, сен қырын естімегенсің. Тағы да күлкі. Ауылдағы өмір осылай жалғаса берді. Кейде біреудің бұзауы қашатын, кейде балалар өзенге барып киімдерін сулап келетін. Кейде көрші әжелер бір шәйнек шай үшін 2 сағат сөйлесетін.
Кейде ер адамдар футбол көріп отырып, ойынның өзінен көрі төреші туралы көп таласатын. Ал әйелдер болса, дастарқан басында бір-бірінің көңілін сұрап, көмектесіп жүретін. Ауылдың ең үлкен байлығы да сол еді. Біреудің басына қиындық түссе, жалғыз қалдырмайтын. Біреудің қуанышы болса, бірге қуанып дастарқан жаятын. Бір келін қателессе, ұрыспай түсіндіріп жіберетін. Бір абысын шаршаса, екіншісі үнсіз көмектесетін. Айсұлу осыны түсінді. Ауылға келгенде ол, ауыл адамдары мені қабылдай ма деп қорыққан. Ал енді өзі, осы ауылдан кеткім келмейді деп ойлайтын. Бір күні көктем келді. Ауылдың маңындағы дала көберіп, құстар қайта оралды. Айсұлу аулада киім жайып жүрді. Мөлдір қасына келді. Айсұлу, иә? Біз ауылға келгенде не боламыз деп ойлаған едік? Айсұлу күліп. Мен бе? Мен бәрінен қорқып келдім. Ал қазір? Қазір өзіме басқа бір керін келсе, оны мен қарсы аламын. Мөлдір. Мен де. Екеуі бір-біріне қарап күлді. Сол кезде Күләш апа үйден. Келіндер! Екеуі бірдей. Иә апа. Шай ішесіңдер ме? Айсұлу. Қазір барамыз. Күләш апа. Барамыз емес, келіңдер. Мөлдір. Апа, біз аулада тұрмыз ғой. Білем, бірақ шай суып барады. Айсұлу мен Мөлдір жүгіріп үйге кірді. Ал аулада қызыл тауық тағы да қақпадан шығып бара жатқан. Мөлдір оны көріп. Айсұлу? Не? Тауық. Айсұлу. Қайда? Тағы қашып барады. Айсұлу күлді. Қоя бер, ол да ауылдың тұрғыны ғой. Тауық жолдың ар жағындағы шөпке кіріп кетті. Екі келін үйге қарай жүгірді. Үйдің ішінде шай дайын, дастарқан жайылған. Күләш апа күліп отыр. Гүлзира бірдеңе айтып жатыр. Зәмзәгүл күліп отыр. Нұрлан болса сырттан. Апа, тағы да қой жоғалып кетті. Бәрі бір сәт үнсіз қалды. Сосын Күләш апа орнынан тұрып. Қай қой? Нұрлан. Біреу. Біреу ғана ма? Иә. Қалғаны қайда? Сол біреуін іздеп жүріп, қалғанын жоғалтып алдым. Үй ішін күлкі басты. Айсұлу Мөлдірге қарап. Міне, біздің ауылдың тыныштығы осындай. Мөлдір күліп. Иә, мұнда тыныш өмір сүру мүмкін емес. Күләш апа. Бірақ көңілсіз өмір сүруге де болмайды. Сол сөзден кейін бәрі тағы күлді. Ауылдың үстінде көктемгі күн жарқырап тұрды. Бір үйден нанның иісі шығады. Бір үйден баланың күлкісі естіледі. Алыста мал жайылып жүр. Көшеде балалар доп қуып ойнайды. Ал бір үйдің алдында бірнеше келін шай ішіп, әңгіме айтып отыр. Олардың арасында Айсұлу да бар еді. Бір кезде ол жан-жағына қарап ішінен, адамға бақыт үшін көп нәрсе керек емес екен. Жылы үй, жақсы адамдар, бір дастарқан, бір-біріне деген мейірім болса, жеткілікті екен деп ойлады. Содан бері Айсұлу ауылға келген әр жам адамға, қорықпаңыз, бұл ауылда бәрі сізді бірден таниды дейтін. Ал қабылдай ма? Айсұлу күлімсіреп. Қабылдайды. Тек бір нәрсеге дайын болыңыз. Неге? Бір тауық жоғалса да, бір қой қашса да, сізбен бірге іздейді. Ал таппаса ше? Айсұлу күліп. Онда шай ішіп отырып іздеудің жоспарын құрады. Осылайша, ауылда тағы талай күн, талай қызық өтті. Бір келін келді, бір абысын көбейді, бір отбасының күлкісі көбейді. Ал ауыл болса, бұрынғыдай өз қалпында қалды. Тек енді оның бір көшесінде Айсұлудың күлкісі де естілетін. Кейін Мөлдірдің де. Ал Күләш апа. Ей, келіндер, деп айқайлаған сайын, екі жақтан бірдей, иә апа, деген жауап естілетін. Сол екі дауыстың өзі үйге жылу беретін. Өйткені кейде отбасы деген бір шаңырақтың астында бірге тұру ғана емес. Бір-бірінің қуанышын бөлісу, қателігін кешіру, қиын кезде қолдау көрсету және күнделікті қарапайым өмірден қуаныш таба білу. Ал ауылдың ең үлкен сабағы да осы еді. Адамдар бір-біріне мейірімді болса, ең қарапайым күннің өзі мерекеге айналады. Сөйтіп Айсұлу ауылға керім болып түсіп, сол ауылдың бір бөлшегіне айналды. Ал қызыл тауық болса. Әлі күнге дейін кейде көші қораға кіріп кетеді. Нұрлан болса әлі де. Мен оны жоғалтқан жоқпын, өзі қыдырып кетті деп ақталады. Ал Күләш апа. Қойыңдаршы, тауықтың да өз мінезі бар, деп күледі. Ауылдың адамдары тағы да жиналып, тағы да шай ішеді. Тағы да біреу қонақ келеді. Тағы бір бала дүниеге келеді. Тағы бір келін түседі. Тағы бір жаңа әңгіме басталады.
Өйткені ауылда өмір тоқтамайды. Ауылда әр күннің өз қызығы бар. Ал ең бастысы, сол қызықтың арасында адамдар бір-бірін қадірлеуді ұмытпайды. Сол себепті бұл ауылдың күлкісі де ұзаққа жететін. Және Айсұлу үшін бұл ауыл енді жай ғана күйеуінің туған жері емес еді. Бұл оның да туған үйіндей болған мекен еді. Сөйтіп жаңа күн тағы атты, аулаға күн түсті. Әтеш тағы шақырды. Сиыр тағы мөмірет. Күләш апа тағы да. Келіндер, шай дайын, деп дауыстады. Ал үй ішінен 2 жас келіннің күлкісі естілді. Қазір барамыз апа. Қазір демеңдер, деді Күләш апа. Нұрланның қазіріне ұқсап кетпесін. Бүкіл аула күлкіге толды. Ауылдағы тағы бір шуақты күн осылай басталды. Келесі таң ауылға ерекше жаңалықпен атты. Күн енді ғана көтеріліп келе жатқан. Ауылдың шетіндегі теректердің арасынан құстардың дауысы естіліп, аулада тауықтар жеміздеп жүрді. Күләш апа самаурынға су қойып, үйдің алдында қамыр илеп отырған. Айсұлу ұйқысынан тұрып аулаға шыққанда енесі: «Келін, бүгін ерте тұрдым ғой», деді. «Ұйқым қашып кетті апа». «Жақсы болған. Бір шаруам бар». Айсұлу күлімсіреп: «Қандай шаруа?» Күләш апа айналасына қарап дауысын бәсеңдетті. «Бүгін ауылға қонақ келеді». «Кім?» «Мен де нақты білмеймін». Айсұлу таңғалды. «Қонақтың кім екенін білмей, қалай дайындаламыз? Қазақтың қонағының аты жөнін алдын ала сұрап жүрмейміз ғой». Сол кезде Гүлзира қоршаудың ар жағынан: «Күләш!» деп айқайлады. «Не? Сенің үйіңе қонақ келетінін мен қайдан білдім?» «Қайдан?» «Сенің самаурынымнан». Күләш апа күліп: «Хей, сен бәрін бақылап жүресің ғой». Гүлзира: «Ауылда көз бар жерде жамалық бар». Біраздан кейін Мөлдір де келді. «Апа, қонақ келеді дейді ғой». Күләш апа: «Иә». «Кім келеді?» «Білмеймін». «Қанша адам?» «Білмеймін». «Қай уақытта?» «Білмеймін». Мөлдір Айсұлуға қарап: «Апа бәрін білмейді екен». Айсұлу: «Бірақ дайындықтың бәрін біледі». Күләш апа: «Дәл солай». Түске таман ауылдың шетіне бір ескілеу көлік кірді. Көлік тоқтаған кезде ішінен орта жастағы ер адам, әйелі және 2 бала түсті. Күләш апа бірден: «Ой, Қанат аға екен ғой». Айсұлу: «Танисыз ба?» «Әрине, бұл кісі менің әкемнің ауылындағы көрші болған». Қанат аға үйге кіріп: «Күләш, амансың ба?» «Аманмын, кіріңіздер». Қонақтар жайғасып болған соң әңгіме басталды. Қанат аға: «Ауылдың кірі өзгеріп кетіпті». Күләш апа: «Ауыл өзгермейді. Балалар өседі, үйлер жаңарады, адамдар қартаяды». Қанат аға басын изеп: «Дұрыс айтасың. Балалары болса аулаға шығып кеткен». 5 минут өтпей жатып олардың бірі: «Әке, не болды?» «Мына тауық бізді қуып жүр, бәрі сыртқа шықты». Қараса, қызыл тауық баланың артынан еріп жүр. Айсұлу күліп: «Бұл біздің үйдің тауықтарының ең батылы». Мөлдір: «Осыны көрші қораға кіріп кететін тауық емес пе?» Күләш апа: «Сол өзі». Қанат аға күліп: «Тауықтарында қонақ қарсы алуды үйренген екен». Кешке Қанат аға ауылдағы ескі достарымен кездесіп отырды. Ер адамдар әңгіме айтып, өткен күндерді еске алды. Әйелдер үй ішінде шай ішіп отырды. Қанат ағаның әйелі Сәлима апа Айсұлуға қарап: «Келін болып түскеніңе көп болды ма?» «Біраз болды». «Үйрендің бе?» «Үйреніп қалдым». Сәлима апа: «Алғашында қиын болған шығар». Айсұлу: «Бірінші кезде бәрі жаңал болды». «Қазірше?» Айсұлу күлімсіреп: «Қазір ауылдан кетсем, өзім сағынамын». Сәлима апа: «Міне, ауылдың күші сол». Күләш апа: «Адамды ауыл емес, адамдар ұстайды». Айсұлу осы сөзді есінде сақтап қалды. Ертеңіне Қанат ағаның балалары ауылдың балаларымен ойнап кетті. Бір кезде үлкен бала жүгіріп келді. «Апа!» Күләш апа: «Не болды?» «Нұрлан аға велосипедін бермей жатыр». Нұрлан алыстан: «Мен бермей жатқан жоқпын». Бала: «Беріңізші». Нұрлан: «Сындырсаңдар ше?» Айсұлу: «Нұрлан, өзім бала кезінде велосипед тебетін шығарсың?» «Әрине». «Сен де біреудің велосипедін сұраған шығарсың?» Нұрлан үндемей қалды. Мөлдір: «Істалды». Нұрлан: «Жарайды, бірақ абайлап тебіңдер». Балалар қуанып кетті. Күләш апа: «Міне осылай». Нұрлан: «Не болды?» «Адамға бір нәрсе берсең, өзіңде қуанып қаласың». Нұрлан жымиып:
Иә. Бірнеше күннен кейін ауылда тағы бір үлкен мәселе пайда болды. Бұл жолы жоғалған тауық та, қой да емес. Күләш апаның үлкен қара шәйнегі жоғалды. Мынау енді сұмдық, деді ол. Айсұлу, шәйнекте жоғала ма? Жоғалады екен. Мөлдір, қайда қойғанымызды ұмытқан шығарсыз? Жоқ. Гүлзира, өзің кеше менің үйіме апарған жоқсың ба? Күләш апа ойланып қалды. Жоқ. Гүлзира, менің үйімде бір шәйнек тұр. Күләш апа жүгіріп барды. Шәйнек сонда тұр екен. Ойбай. Айсұлу, апа, өзіңіз апарыпсыз ғой. Күләш апа, мен оны неге апардым? Гүлзира, кеше шай ішуге келдім. Шай ішкенімді білем. Шәйнекті алып кеткенімді білмейсің бе? Жоқ. Мөлдір, апа, біз енді сіздің заттарыңызға жеке күзетші керек сияқты. Бәрі күлді. Күләш апа, күле беріңдер. Ертең сендер де осындай боласыңдар. Сол күні кешке Айсұлу мен Мөлдір ауылдағы үлкен әжеге сәлем беруге барды. Әже 90-ға жақындаған, бірақ әлде сөзі нық еді. Келіңдер, қыздар. Сәлеметсіз бе, әже? Амансыңдар ма? Аманбыз. Әже оларға ұзақ қарап отырды. Екеуің де жассыңдар. Айсұлу күліп, иә, жастықтың қадірін біліңдер. Мөлдір, қалай? Бір-біріңе ауыр сөз айтпаңдар. Үйде ұрыс болса, жеңген адам болмайды. Біреуі үндемей қалса, екіншісі кешірім сұрай білсін. Екі келін үнсіз тыңдады. Әже сөзін жалғастырды. Адамның үйі үлкен болуы маңызды емес. Үйдің ішінде күлкі болса, сол үй бай. Айсұлу басын изеді. Дұрыс айтасыз. Және бір-біріңе көмектесіңдер. Абысын деген қарсылас емес. Қиналғанда жаныңнан табылатын адам. Мөлдір, біз бір-бірімізге көмектесеміз. Әже жымиып, солай болсын. Кешке қайтып келе жатқанда Мөлдір. Айсұлу, иә? Әжемнің сөзі ұнады. Маған да. Абысын деген қарсылас емес деді ғой. Иә, мен сені бұрыннан сіңлімдей көрем. Айсұлу күліп, мен де. Мөлдір, онда бір келісім жасайық. Қандай? Бір-бірімізге ренжісек, сыртқа айтып жүрмейміз. Келістік. Біреуіміз қиналсақ, екіншіміз көмектеседі. Келістік. Ал біреуіміз бауырсақ пісірсе, екіншіміз шай қойып жіберді. Дұрыс. Екеуі қол алысып күліп оқиға болды. Сағат түнгі 11 шамасында Күләш апаның ауласынан «Мө!» деген қатты дауыс естілді. Ермек төсектен атып тұрды. Апа! Күләш апа, не болды? Сиыр мүңіріп жатыр. Білем. Неге? Сүт ішкісі келген шығар. Сиыр өзі сүт ішеді ме? Күләш апа, сен түнде сұрақ қоймай-ақ қой. Сол кезде сырттан Нұрлан жүгіріп кірді. Апа, тағы не болды? Сиыр қорадан шығып кетіпті. Бәрі сыртқа шықты. Сиыр ауладан шығып көшеге қарай кетіп бара жатыр. Ермек, ұста. Нұрлан, қайдан ұстаймын? Айсұлу, алдымнан бар. Мөлдір, артынан бар ма? Гүлзира, әй, жолын кесіңдер. 5 адам сиырдың соңынан жүгірді. Сиыр болса, ештеңе болмағандай жай ғана жүріп келеді. Нұрлан, тоқта. Сиыр тоқтамады. Ермек, мынау сенен қорқып тұр. Нұрлан, неге? Сенің түріңнен. Бәрі күліп жіберді. Ақыры сиыр ауылдың шетіндегі шөпте барып тоқтады. Күләш апа, мынауда қыдырып қайтқысы келген екен. Айсұлу, апа, сіздің малыңыздың бәрі еркіндікті жақсы көреді екен. Күләш апа, қанша еркіндік керек болса да, таңертең қораға қайтып келсін. Сол түні бәрі шаршап ұйықтады. Ал таңертең Күләш апа тағы да «Келіндер!» деп дауыстады. Айсұлу, «Иә, апа, бүгін ешкім ешқайда бармайды». Мөлдір, «Неге?» «Үйде отырамыз». Гүлзира, «Неге?» «Шаршадым». Бәрі күліп жіберді. Бірақ бұл ауылда бір күн тыныш өтуі мүмкін емес еді. Түстен кейін ауылға бір хабар келді. Ауылдың мәдениет үйінде күзгі жәрмеңке өтетін болды. Әр үй өз қолынан келген тағамын, қолөнерін, өнімдерін әкеледі. Күләш апа, біз де қатысамыз. Айсұлу, не апарамыз? Бауырсақ. Мөлдір, бәрі бауырсақ апарады ғой. Гүлзира, онда біздің бауырсақ ерекше болу керек. Нұрлан, бауырсаққа не істемексіңдер? Айсұлу, түрлі пішін жасаймыз. Нұрлан, жүрек пішінді ме? Мөлдір, иә. Нұрлан,
Мен де көмектесемін. Күләш апа. Сен бауырсаққа көмектеспей-ақ қой. Неге? Өткенде қамырдың жартысын жеп қойдың. Дәмін көрдім. Жартысын ба? Дәмін жақсылап білу керек болды. Жәрмеңке күні алдымшы ерекше көңілді болды. Әр үй өз дастарханын жайды. Бір жерде құрт, бір жерде ірімшік, бір жерде тосап, бір жерде бауырсақ. Балалар жүгіріп жүр, әйелдер күліп жүр. Ер адамдар орындық қойып әңгімелесіп отыр. Айсұлу мен Мөлдірдің үстеліне адамдар көп жиналды. Бауырсақтары әртүрлі пішінде жасалған. Жүрек, гүл, жұлдыз, жапырақ. Бір кішкентай бала. Мынау не? Айсұлу. Жүрек. Жүрек не үшін? Жақсы көрген адамға бересің. Бала бірден бір бауырсақ алып. Онда мен әжеме берем. Айсұлу күлімсіреп. Бер. Бала жүгіріп кетті. Мөлдір. Қараш. Не? Біз бауырсақ емес, көмін сатып жатырмыз. Айсұлу күліп. Дұрыс айтасың. Жәрмеңке соңында ауыл әкімі барлық адамдарға алғыс айтты. Биыл жәрмеңкеде ең маңыздысы кімнің тағамы жақсы болған емес, ауыл адамдарының бірге жұмыс істегені. Күләш апа Айсұлу мен Мөлдірге қарап. Естідіңдер ме? Айсұлу. Естідік. Нұрлан. Мен де жұмыс істедім. Мөлдір. Сен 2 бауырсақ жедің. Ол да жұмыс. Бәрі тағы күлді. Кешке ауыл жайланып болған кезде Айсұлу үйдің алдында отырды. Ермек қасына келді. Шашадың ба? Аздап. Бірақ көңілді болды. Иә. Ауылға келгеніңе өкінбейсің бе? Айсұлу біраз үнсіз отырды. Сосын. Жоқ. Неге? Себебі мен мұнда адамдардың бір-біріне қалай керек екенін көрдім. Ермек күлімсіреді. Қандай адамдар? Айсұлу илім ішіне қарап. Мысалы, енең? Апа ма? Иә. Кейде қатты сөйлейді. Кейде ме? Жақсы, жиі. Ермек күліп жіберді. Бірақ жүрегі жұмсақ. Солай. Айсұлу Мөлдірді көрді. Мөлдір де жақсы. Нұрланды қоспайсың ба? Айсұлу. Нұрлан бөлек тақырып. Ермек күлді. Сол кезде алыстан Нұрланның дауысы естілді. Айсұлу! Не болды? Мына қойды көрдің бе? Айсұлу орнынан тұрып. Тағы ма? Нұрлан. Жоқ, бұл жолы жоғалған жоқ. Онда не болды? Мен оны қайсы екенін ажырата алмай тұрмын. Айсұлу маңдайын ұстап күлді. Нұрлан, сен қой бағып жүрсің бе, әлде қойлар сені бағып жүр ме? Аула тағы күлкіге толды. Күләш апа үйден. Келіндер, шайға келіндер. Мөлдір. Қазір барамыз. Күләш апа. Қазір демеңдер. Нұрлан. Апа, бұл сөзді маған айтпасаңызшы. Саған айтып тұрмын. Бәрі тағы дөкілді. Ауылдың үстінде кешкі аспан қызғылт түске бояп тұрды. Күн батып бара жатты. Бірақ бұл үйде күлкі әлі басылған жоқ. Өйткені мұндай ауылда әр күннің өз әңгімесі бар еді. Ал ертең Нұрлан тағы бір нәрсені жоғалтатын, бірақ бұл жолы жоғалған зат ауылдың күлкісін одан да көбейтетін еді. Ертеңіне таң атпай ауылдың үстін ерекше бір у-шу басты. Күләш апа аулаға шығып самаурынға су қойып жатқан. Айсұлу да жаңа ғана сыртқа шыққан еді. Мөлдір үйдің есігін ашып. Апа, бүгін ауа райы қандай болады екен? Деп сұрады. Күләш апа аспанға бір қарап. Күн ашық болады. Қайдан білдіңіз? Күнге қарап. Сол кезде Нұрлан жүгіріп келді. Апа! Күләш апа күрсініп. Тағы не жоғалды? Бұл жолы ештеңе жоғалған жоқ. Онда не болды? Нұрлан айналасына қарап дауысын бәсеңдетті. Мен бір нәрсе тауып алдым. Айсұлу. Не тауып алдым? Ақша. Бәрі бірден үнсіз қалды. Күләш апа. Қайдан? Ескі сарайдың ішінен. Гүлзира да қоршаудың ар жағынан басын шығарды. Қанша? Нұрлан. Білмеймін. Қалай білмейсің? Санамадым. Мөлдір. Неге? Қорқып кеттім. Айсұлу күліп. Ақша көріп қорқатын адамды бірінші рет көріп тұрмын. Нұрлан. Ақша көп сияқты. Күләш апа. Жүр, көрсет. Жоқ. Неге? Алдымен бәріміз бірге барамыз. Гүлзира. Мынау бір киноның басы сияқты. Бәрі ескі сарайға барды. Нұрлан есікті ашып. Ана жерде. Ішке кіргенде ескі сандық тұр екен. Сандықтың ішінде бірнеше ескі қағаз, хаттар және бір матаға оралған бума жатты. Нұрлан оны алды. Күләш апа. Аш. Нұрлан ақырын ашты. Ішінен ескі ақшалар шықты. Бірақ қазіргі ақша емес.
Ескі теңгелер, тиындар. Мөлдір. Ой, бұл көне ақша ғой. Айсұлу. Біреу бұрын сақтап қойған сияқты. Күләш апа сандыққа ұзақ қарап тұрды. Бұл әкемнің әкесі пайдаланған сандық болуы мүмкін. Гүлзира. Демек, мұнда тарих жатыр. Нұрлан. Ал мен байып кетем деп ойлап едім. Бәрі күліп жіберді. Күләш апа. Байымай-ақ қой, естелік ретінде сақтаймыз. Нұрлан. Сонда ақша менікі емес пе? Жоқ. Неге? Өйткені сен тапқан жоқсың. Қалай таптым? Сандықтың ішінде жатқан. Бірақ мен көрдім. Мөлдір. Сенің логикаң қызық екен. Күләш апа ескі қағаздарды жинап алды. Үйге келген соң үлкендермен бірге қарап шықты. Қағаздардың арасында хат бар екен. Хатта осы үйдің бұрынғы иесінің балаларына жазған сөздер тұрды. Күләш апа үнсіз оқып отырып, «Мына жерде бір жақсы сөз бар екен» деді. Айсұлу. Қандай? Күләш апа. Үйдің қабырғасын емес, адамдардың арасындағы байланысты сақтаңдар деп жазыпты. Бәрі үнсіз қалды. Гүлзира. Адамның сөзі өзгермейді екен. Күләш апа. Жылдар өтсе де дұрыс сөз ескірмейді. Айсұлу хатқа қарап. Мұны сақтайық. Мөлдір. Иә. Нұрлан. Ақшаны да сақтайық. Күләш апа. Сенің ойың басқа жақта екені көрініп тұр. Бәрі күліп жіберді. Сол күннен кейін үйдегі ескі сандыққа ерекше мән берілді. Күләш апа оны жөндетіп, ішіне отбасының ескі суреттерін, аталарының құжаттарын, хаттарын жинай бастады. Айсұлу. Апа, мына сурет кімнің суреті? Бұл менің әжем. Қандай әдемі екен. Ол кісі өте еңбекқор болған. Мөлдір. Ал мынау? Менің қайын-атам. Нұрлан суретке қарап. Апа, әкем жас кезінде әдем болған екен. Күләш апа. Қазір де әдемі. Нұрлан. Апа, өтірік айтпай-ақ қойыңыз. Үй іші тағы күлді. Бірнеше күннен кейін ауылға жаңбыр жауды. Жаңбырдан кейін ауылдың топырағы ерекше иіс шығарып, айнала тап-таза болып қалды. Айсұлу терезеден сыртқа қарап. Апа, жаңбырдан кейін ауыл қандай әдем болады? Күләш апа. Жаңбырдан кейін ғана емес, әр мезгілдің өз әдемілігі бар. Мөлдір. Қыста ше? Қыста қар. Жазда? Жазда дала. Күзде? Күзде береке. Айсұлу. Көктемде? Күләш апа жымиып. Көктемде үміт. Екеуі үнсіз қалды. Бірақ сол күні түстен кейін ауылдың балалары үйге жүгіріп келді. Апа, не болды? Өзеннің жанында бір күшік жүр. Айсұлу. Қайдан келген? Білмейміз. Балалар күшікті көтеріп әкелді. Кішкентай ғана ақ күшік екен. Мөлдір. Ой, қандай сүйкімді. Нұрлан. Бізде ит бар ғой. Күләш апа. Оның үстіне мынау тағы керек пе? Айсұлу. Мүмкін біреу іздеп жүрген шығар. Иә, алдымен иесін табайық. Балалар ауылдың әр үйіне барып, сіздердің күшіктеріміз жоғалды ма деп сұрады. Бірақ ешкімдік емес екен. Күшік сол үйде қалды. Балалар оған ат қойғысы келді. Бірі. Ақшақар дейік. Екіншісі. Бұл еркек күшік. Үшіншісі. Онда батыр. Нұрлан. Қойшы деп қояйық. Мөлдір. Неге? Өйткені қойларды бақсын. Айсұлу. Ол әлі өзі кішкентай ғой. Нұрлан. Үйренеді. Күләш апа. Атты Айсұлу қойсын. Айсұлу біраз ойланып. Ақ жол болсын. Балалар. Неге ақ жол? Жол тауып біздің ауылға келді ғой. Бәрі бұл атты ұнатып қалды. Ақ жол бірнеше күн ішінде бүкіл ауылға танымал болды. Таңертең Күләш апаның артынан еріп жүретін. Мөлдір далаға шықса, соның артынан барады. Балалар ойнаса бірге жүреді. Ал Нұрлан қой баққанда, ақ жолда қасында жүреді. Бір күні Нұрлан. Мына күшік менен жақсы бақташы болып барады. Мөлдірдір. Неге? Қойлардың қайда кеткенін менен бұрын байқайды. Айсұлу. Сенен жақсы болу қиын емес. Нұрлан. Сендер мені неге сонша ұнатпайсыңдар? Мөлдір. Ұнатамыз. Онда неге үнемі күлесіңдер? Ұнатқан адаммен әзілдеседі. Нұрлан ойланып. Осы сөз ұнады. Бір күні кешке Нұрлан ауылдың жастарын жинап. Мен бір ұсыныс айтайын. Ермек. Айта бер. Ауылдың балаларын жинап, футбол алаңын жасап берейік. Айсұлу. Жақсы ой екен. Мөлдір. Қолдаймын. Күләш апа.
Өздерін жасай аласыңдар ма? Нұрлан: жасаймыз. Ермек: сен өзің жұмыс істейсің бе? Нұрлан: әрине. Гүлзира: онда таңертең ерте тұрасың. Нұрлан: неше жарында? Күләш апа: 5:30. Нұрлан: ойбай. Бәрі күлді. Келесі күні таңертең ауыл жастары жиналды. Бірі шөп шапты, бірі жерді тегістеді, бірі қақпа жасады. Балалар тас жинады. Әйелдер шай мен бауырсақ әкеліп тұрды. Айсұлу балаларға: қараңдар, мына жерге орындық қоямыз. Бір бала: апа, сіз де ойнайсыз ба? Мен бе? Иә. Айсұлу күліп: мен төреші болам. Нұрлан: төреші болу оңай емес. Неге? Балалар сізге ренжиді. Айсұлу: мен әділ болам. Нұрлан: онда маған да әділ бол. Не үшін? Бірінші болып шай ішсем. Мөлдір: сенің ең үлкен спортың шай екен. Бір аптадан кейін футбол алаңы дайын болды. Ауылдың балалары қуанып кетті. Алғашқы ойынға бүкіл ауыл жиналды. Бір жақта балалар, бір жақта үлкендер. Күләш апа: Ермек, сен де ойна. Апа, мен шаршаймын. Қойшы. Мен көрермен болайын. Нұрлан: мен ойнайым. Мөлдір: сен ойнай аласың ба? Әрине. Соңғы рет қашан ойнадың? Мектепте. Қай жылы? Нұрлан үндемей қалды. Айсұлу күліп: ойнасаң болды. Ойын басталды. Балалар жүгіріп жүр. Нұрлан да бар күшін салып жүгіріп жүр. Бір кезде доп тура Нұрланға келді. Нұрлан, теп! Нұрлан аяғын көтерді. Допқа қатты тепті. Доп қақпаға емес, тура дастархан жайылған жаққа қашты. 1 секунд тыныштық. Сосын бауырсақтың қасына барып түсті. Күләш апа: ей! Нұрлан: кешіріңіз. Гүлзира: сен футбол емес, бауырсақ ойнап жүрсің бе? Бүкіл ауыл күлді. Нұрлан допты алып: екінші рет дәл тиеді. Мөлдір: дастарханға ма? Жоқ. Ойын соңында балалар жеңді. Үлкендерді мәз. Күләш апа балаларға бауырсақ таратты. Бұл алаңды өздеріңде таза ұстаңдар. Балалар: жақсы. Айсұлу: бір-біріңмен ұрыспаңдар. Бір бала: ұрыспаймыз. Нұрлан: бірақ футболда жеңіс үшін күресуге болады. Мөлдір: тек бір-бірімді ренжітпей. Нұрлан: дұрыс. Кешке Айсұлу Күләш апамен омаша отырды. Апа: иә? Нұрланның мінезі де өзгеріп келе жатқан сияқты. Қалай? Бұрын өзіне ғана қарайтын еді. Қазір балаларға көмектесіп жүр. Күләш апа жымиып: адамға сенім артсаң, ол өзгереді. Рас. Нұрлан да жаман бала емес, тек еркелеп өскен. Айсұлу: Мөлдір оған жақсы әсер етіп жүр. Иә. Күләш апа біраз үнсіз отырды. Сен де жақсы әсер етіп жүрсің. Айсұлу күліп: мен бе? Иә. Сен келгеннен кейін үйдің іші көңілді болып кетті. Айсұлу: өздеріңіз де мені жақсы қабылдадыңыздар. Күләш апа: отбасы деген осы. Бір адам ғана тырысып отбасы болмайды. Бәрі бір-біріне орын бергенде ғана шаңырақ кеңейеді. Күз жақындады. Ауылдың аспаны салқындап, кешкі уақытта адамдар жылы киіне бастады. Күләш апа қысқа дайындық жасап жүр. Айсұлу мен Мөлдір жер төледегі тосаптарды реттеп жатыр. Гүлзира: қыздар, биыл қанша тосап жасадыңдар? Мөлдір: 20 банка. Аз екен. Айсұлу: сізде қанша? 30. Неге сонша? Өзін де білмеймін. Мөлдір: онда бізге беріңіз. Гүлзира: жоқ. Неге? Қыста өзіме керек болады. Айсұлу: 30 банка не істейсіз? Гүлзира: қонақ келеді. Мөлдір: кім? Білмеймін. Айсұлу: апа, сіздер қонақты алдын ала шақырмайсыздар ма? Гүлзира: қазақтың қонағы жоспармен келе ме? Бәрі күліп жіберді. Сол қыс ауылға ерекше қарлы болып келді. Ақ қар бүкіл даланы жапты. Үйлердің төбесі аппақ. Балалар шана теуіп жүр. Айсұлу алғаш рет ауыл қысын көріп, керезеден ұзақ қарап тұрды. Ермек: суық па? Жоқ. Ұнай ма? Өте. Қалада мұндай қарды көрмедім бе? Көрдім, бірақ мұнда басқаша. Несі басқаша? Мұнда қардың өзінде адамдармен бірге көресім. Ермек: қалай? Біреу жол тазалайды, біреу көрісінің есігін ашады, біреу қарттарға отын кіргізеді. Ермек күлімсіреді: сен ауылды жақсы көріп кетіпсің. Айсұлу: иә.
Бір күні таңертең ауылдың үлкен әжесінің үйінің алды қарға көміліп қалды. Айсұлу Мөлдірге: «Барайық, қазір». Екеуі күрек алып шықты. Нұрланды көріп: «Мен де барам». Мөлдір: «Сен өзім айттың ғой, таңертең ерте тұру қиын деп». «Бұл басқа». «Несі басқа?» «Әжеге көмектесу». Үшеуі қар тазалады. Кейін ермек келді. Сосын тағы екі жігіт қосылды. Бір сағаттан соң әженің ауласы тазарып қалды. Әже есік алдына шығып: «Балаларым, рахмет». Айсұлу: «Ештеңе емес әже». Әже: «Адамның жақсысы қар сияқты. Біреуі бастайды, екіншісі қосылады. Соңында бүкіл жер аппақ болып кетеді». Нұрлан: «Әже, сіздің сөзіңіз әрқашан әдемі екен». Әже: «Сен де кейде дұрыс сөз айтып қаласың». Нұрлан: «Кейде дегеніңізге рахмет». Бәрі күліп жіберді. Сол қыс ауылда тағы талай қызық болды. Бір күні Нұрланның шанасы сынып қалды. Ермек жөндеп берді. Бір күні Мөлдір ауылдың қыздарына бауырсақ жасауды үйретті. Бір күні Айсұлу балаларға кітап оқып берді. Күләш апа ауылдағы жалғызбасты әжеге тамақ апаруды әдетке айналдырды. Ал Гүлзира әр жолы: «Мен тек бір нәрсені білем», деп бастайтын. Бәрі: «Не?» «Шай ішпей тұрып ешқандай мәселені шешуге болмайды». Күләш апа: «Осы сөзге келсем». Бір күні кешке бүкіл отбасы бір дастархан басына жиналды. Күләш апа: «Биыл біздің үйге көп нәрсе келді». Мөлдір: «Не?» Күлкі. Айсұлу жымиып отырды. «Тағы?» «Жаңа адамдар». «Тағы?» «Жаңа достық». Ермек: «Тағы?» Күләш апа Нұрланға қарап: «Сенің еңбек етуің». Нұрлан: «Апа, оны міндетті түрде айту керек пе еді?» «Иә». Мөлдір күліп: «Біз үшін тарихи оқиға ғой». Нұрлан: «Мен енді еңбекқор адаммын». Айсұлу: «Өткен аптада таңертең ұйықтап қалғаныңды ұмытпа». «Ол бір рет». Гүлзира: «Бір рет емес». «Екі ретті?» «5». Нұрлан үнсіз қалды. Бәрі күлді. Күләш апа дастарханға қарап отырып: «Бақыт деген осындай қарапайым нәрсе ғой». Бәрі бір сәтке тынышталды. Бір үйде бәрің аман отырсаңдар, бір-біріңе ренішті ұзақ сақтамасаңдар, біреуге қол ұшын беруге дайын болсаңдар, сол бақыт. Айсұлу басын изеді. Мөлдір: «Дұрыс айтасыз». Күләш апа: «Ауылдың адамдары байлықты бір-бірінен көретін. Біреуінде нан бар, біреуінде сүт бар, біреуінде көлік бар, біреуінде уақыт бар. Бөліссең бәріне жетеді». Үй іші жылы тыныштыққа бөленді. Сыртта қар жауып тұрды. Іште самаурын қайнап жатты. Балалар күлді. Нұрлан бірден айтып, бәрім қайта күлдірді. Ал Айсұлу сол сәтте бұл отбасының қандай үлкен байлық екенін түсінді. Ол ауылға алғаш келгенде өзін қонақ сезінген. Кейін келін болды. Содан соң абысын болды. Ал енді ол осы шаңырақтың бір мүшесі еді. Бірақ дәл сол түні есік қағылды. Тық-тық. Күләш апа: «Кім болды екен?» Ермек есік ашты. Есіктің алдында бейтаныс жас қыз тұр екен. Қолында кішкентай сөмкесі бар. Ол қысылып: «Сәлеметсіздер ме?» Күләш апа бірден: «Кел қызым, суықта тұрма». Қыз ішке кірді. Айсұлу оған орын берді. Мөлдір шай құйды. Қыз үнсіз отырды. Күләш апа жұмсақ дауыспен: «Қызым, қайдан келдің?» Қыз басын көтеріп: «Көрші ауылдан». «Кімнің қызысың?» Қыз атын айтты. Күләш апа таңғалып: «Сен бе?» Айсұлу мен Мөлдір бір-біріне қарады. «Не болды?» деді Айсұлу. Күләш апа қызға қарап: «Қызым, сен біздің ауылға келін болып келетін қызсың ғой». Қыздың жүзі қызарып кетті. Ал Нұрлан бірден: «Апа!» «Не?» «Бұл жолы мен ештеңе жоғалтқан жоқпын». Бәрі күліп жіберді. Қыз да алғаш рет жымиып қойды. Күләш апа оның қолынан ұстап: «Қорықпа қызым». «Рахмет». Бұл үйге келген әр қыз жалғыз келмейді. Оның артынан бір әулеттің үміті келеді. Сондықтан біз сені ренжітуге емес, үйретуге, қолдауға тырысамыз». Айсұлу Мөлдірге қарады. Мөлдір оған күлімсіреді. Екеуі де бір нәрсені түсінді. Ауылға тағы бір келін түскелі тұр еді. Ал бұл шаңырақта тағы бір күлкі көбейетін. Тағы бір абысын пайда болатын. Тағы бір жаңа мінез ашылатын. Тағы бір жаңа әңгіме басталатын. Күләш апа қызға шай ұсынды. «Ал қызым, шай іш». Қыз кесені алды. Нұрлан: «Күс, қорқпаңыз». Қыз: «Неден?» Нұрлан: «Бұл үйде ең қорқынышты нәрсе Күләш апаның таңертеңгі дауысы». Күләш апа: «Нұрлан!» Нұрлан орнынан тұрып қаша жөнелді.
Бүкіл үй күлкіге толды. Ал бейтаныс қыз да еріксіз күліп жіберді. Күләш апа оған қарап: «Міне қызым, осылай күліп жүр. Сыртта қар жауып тұрды. Ал үйдің іші жылуға, күлкіге және жаңа басталатын өмірдің қуанышына толы еді». Ауылға тағы бір келін келе жатты. Бұл әулетте енді жаңа оқиғалар басталатын. Және бұл жолы жаңа келіннің мінезі бәрін таңғалдырмақ еді. Ертеңіне таң атпай Күләш апа бүкіл үйді аяқтан тік тұрғызды. «Келіндер!» Айсұлу көзін ашып: «Иә, апа». «Тұрыңдар». Мөлдір көрпесінің астынан: «Не болды?» «Қонақ келеді». Айсұлу бірден орнынан тұрды. «Кім келеді?» Күләш апа есіктен басын сұғып: «Кеше келген қыздың ата-анасы келеді». Мөлдір: Демей, тұрыңдар, үйді жинаймыз». Айсұлу күліп: «Апа, өзіңіз түнде ғана ертең демаламыз деген едіңіз». «Түнде мен басқа адам едім». Мөлдір: «Таңертең кім болдыңыз?» «Ене болдым». Бәрі күліп жіберді. Кеше келген қыздың аты Әсел еді. Жасы Айсұлудан сәл кіші. Өзі өте сыпайы, көп сөйлемейтін, бірақ ауылға келін болып түскелі тұрғанын естігеннен бері іштей қобалжып жүрген. Ата-анасы келгенде Күләш апа оларды жылы қарсы алды. Әселдің анасы: «Қызымызды сіздерге аманаттап отырмыз». Күләш апа: «Қыздарымыз бізге келін емес, қыз болып келеді». Әселдің әкесі: «Осы сөзіңізге рахмет». Айсұлу дастарханға шай қойып жүріп, Әселдің анасына қарап күлімсіреді. Әйел де оған жымиып жауап берді. Қонақтар кеткен соң Әсел үйде қалды. Ермек: «Әсел, үйді көріп шық». Әсел: «Жақсы». Мөлдір: «Қазір саған бәрін көрсетеміз». Айсұлу: «Бірақ бір нәрсені бірден айтайын». Әсел: «Не?» «Біздің үйде ешкім мінсіз емес». Әсел күліп: «Қалай?» Мөлдір: «Күләш апа таңертең қатты сөйлейді». Күләш апа алыстан: «Естіп тұрмын». Айсұлу: «Нұрлан үнемі бір нәрсені жоғалтады». Нұрлан: «Оны да естіп тұрмын». Мөлдір: «Ермек кейде қазір деп бір сағаттан кейін келеді». Ермек: «Менің де абыройым бар еді». Бәрі күліп жіберді. Әсел алғаш рет еркін күлді. Келесі күндері Әсел үйге біртіндеп үйрене бастады. Ол таңертең ерте тұратын, бірақ бір қызығы, үйдің барлық адамнан бұрын оянатын. Бір күні Айсұлу таңғы 6-да ас үйге кірсе, Әсел манилеп жатыр екен. «Әсел!» «Е, сен ерте тұрып кетіпсің ғой». «Ұйқым қашып кетті». «Нан илеп жатырсың ба?» «Е». Айсұлу оның қасына отырды. «Көмектесейін?» «Жоқ, өзім». «Қойшы». Әсел: «Мен үйренгім келеді». Айсұлу: «Үйренесің. Бірақ бәрін бір күнде үйренудің қажеті жоқ». Әсел басын изеді. «Мен жақсы келін болғым келеді». Айсұлу күлімсіреп: «Жақсы келін болу деген бәрін мінсіз жасау емес». «Қалай сонда?» «Үйдегілермен тіл табысу, керек кезде көмектесу, үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу. Қалғаны біртіндеп келеді». Әсел: «Сіз осылай ойлайсыз ба?» «Иә». Сол кезде Күләш апа есік жақтан: «Екеуің не туралы сөйлесіп отырсыңдар?» Айсұлу: «Келін болу туралы». Күләш апа: «Ой, оны маған беріңдер». Екеуі күліп жіберді. Күләш апа Әселге бірден қатты талап қоймады. Бір күні: «Қызым, шаршасаң демал». Екінші күні: «Үйренбеген нәрсең болса сұра». Үшінші күні: «Бір нәрсені білмесең, білмеймін деп айту ұят емес». Әсел осы сөздерді қатты ұнатты. Бірақ ауылдағы басқа абысындардың ойы сәл өзгеше еді. Гүлзира Әселді көріп: «Қызым, біздің ауылда бір заң бар». Әсел абдырап: «Қандай?» «Шайды көп ішесің». Әсел күліп: «Неге?» «Өйткені ауылдың барлық әңгімесі шайдың үстінде айтылады». Мөлдір: «Рас». Айсұлу: «Және бір кесе шаймен бір мәселені шешеміз деп отырып, 5 мәселені талқылап кетеміз». Әсел: «Сонда шай ішуді жақсы үйренуің керек екен». Гүлзира: «Дәл солай». Бір аптадан соң Әсел ауылдағы адамдардың бәрін танып алды. Бірақ бір адамды ерекше түсіне алмай жүрді. Ол Нұрлан. Нұрлан Әселге үнемі бір түрлі әзіл айтатын. Бір күні Әсел: «Нұрлан аға, мына шелекті қайда қоям?» Нұрлан: «Ана жақта». «Қай жақ?» «Ана жақ». Әсел айналасына қарады. «Қайсысы?» «Сол жақ». «Сол жақта 3 жер бар». Нұрлан ойланып: «Ең дұрысын таңда». Әсел біраз үнсіз қарап тұрды. Айсұлу алыстан:
Әсел, Нұрланның сөзін түсінуге бір айдай уақыт керек. Мөлдір. Кейде өзімізде түсінбейміз. Нұрлан. Мен өте түсінікті сөйлеймін. Күләш апа. Сен өзің не айтқаныңды кейде түсінесің бе? Нұрлан. Жоқ. Бәрі күлді. Бір күні ауылда үлкен жаңалық шықты. Ауылдың ортасына жаңа дүкен ашылмақ. Бұрын ауыл адамдары азық-түлік алу үшін алысқа баратын. Енді дүкен ашылса, бәріне ыңғайлы болатын. Ауыл тұрғындары жиналып дүкеннің айналасын тазалап, жолын реттеді. Әсел де жұмысқа араласты. Бір кезде ол үлкен бір қорапты көтеруге тырысты. Нұрлан бірден. Қой, мен көтерейін. Әсел. Өзім көтерем. Ауыр. Көтере аламын. Нұрлан. Білмеймін, бірақ мен көтерейін. Әсел оған қарап күлімсіреді. Жақсы. Нұрлан қорапты көтерді. Бірнеше қадам жүріп, бұл не өзі? Әсел. Ыдыс. Неге сонша ауыр? Мөлдір. Өзім сұрадың ғой. Мен жеңіл нәрсе деп ойладым. Айсұлу. Көмектесу үшін ауырында көтеру керек. Нұрлан. Дұрыс. Дүкен ашылған күні ауылдың балалары бірінші болып кірді. Бір бала. Аға, шоколад бар ма? Дүкенші. Бар. Ең үлкені қанша? Мынау. Бала қарап. Ақшам жетпейді. Сол кезде қасындағы досы. Менде бар, екеуміз бөлісеміз. Айсұлу бұл көріністі алыстан көріп тұрды. Мөлдір. Қарашы. Не? Балалар да бөлісуді білет. Айсұлу. Үлкендер үйретеді ғой. Сол кеште Күләш апа дастархан басында. Бүгін жақсы күн болды. Әсел. Иә. Неге жақсы болған білесің бе? Әсел ойланып. Дүкен ашылды. Күләш апа. Олды. Айсұлу. Ауылдың адамдары бірге жұмыс істеді. Күләш апа. Дәл сол. Нұрлан. Мен де жұмыс істедім. Мөлдір. Иә, сен 3 қорап көтердім. 4. Біреуін қайта қойдым. Ол да жұмыс. Бәрі күлді. Бірнеше апта өткен соң Әсел ауылдағы әйелдермен бірге құрт жасауға отырды. Күләш апа. Мұнаны дұрыс илей білу керек. Әсел. Қалай? Қолым үйренеді. Гүлзира. Мен алғаш жасағанда тұзын көп салыппын. Мөлдір. Сосын? Үйдегі ешкім жемеді. Айсұлу. Неге? Құрт емес, тұз еді. Әсел күлді. Күләш апа. Қателесу керек. Неге? Қателеспеген адам ештеңе үйренбейді. Әсел. Мен де үйренемін. Күндер өте берді. Әселдің мінезде ашыла бастады. Бұрын үндемей жүретін қыз енді әзілге қосылып күліп отыратын болды. Бір күні Нұрлан әдеттегідей үйге кешігіп келді. Мөлдір. Қайда жүрдім? Шаруамен. Қандай? Маңызды. Әсел. Нақты қандай шаруа? Нұрлан оған қарап. Сен де сұрай бастадың ба? Әсел күлімсіреп. Мен де ауылға үйреніп келе жатырмын. Нұрлан. Жақсы. Енді сен де ауылын адамсың. Әсел. Рахмет. Нұрлан. Бірақ бір нәрсе бар. Не? Мені Нұрлан аға деп көп айта берме. Неге? Қартайып кеткендей сезінемін. Әсел күліп. Жақсы Нұрлан аға. Ей, үй іші күлкіге толды. Бір күні ауылда күтпеген жағдай болды. Ауылдың электр жарығы өшіп қалды. Үйдің іші қараңғы. Күләш апа. Шам бар ма? Ермек. Бар. Қайда? Білмеймін. Нұрлан. Мен табамын. Мөлдір. Сен бірдеңе тапқан сайын біз қорқамыз. Нұрлан. Бұл жолы шам. Бірнеше минуттан соң ол қолына бір нәрсе ұстап шықты. Таптым. Айсұлу. Бұл шам емес. Не? Шөміш. Нұрлан. Қараңғыда бәрі бірдей көрінеді. Әсел күліп жіберді. Сол кезде Күләш апа. Телефонның жарығым жағындар. Бәрі телефондарын шығарды. Үйдің іші жарық болды. Гүлзира. Міне, заман дамыған. Күләш апа. Бұрын не істейтін едік? Шырақ жағатынбыз. Нұрлан. Қазір телефон жағамыз. Күләш апа. Сендерге телефон берсең, шырақтың да керегі жоқ. Жарық бір сағаттан кейін ғана жанды. Бірақ сол бір сағатта отбасы ешқайда асықпады. Теледидар жоқ, телефон аз. Бәрі дастархан басында отырды. Күләш апа ескі әңгімелер айтты. Ермек балалық шағын еске алды. Нұрлан өзінің мектептегі бір қызық оқиғасын айтып, бәрін күлдірді. Мөлдір.
Сен бала кезінде де осындай болғансың ба? Қандай? Бір жерде тыныш отырмайтын. Иә, Айсұлу. Сондықтан өзгермеген екенсің. Нұрлан. Бірақ қазір жауапкершілігім бар. Күләш апа. Қандай? Нұрлан ойланып. Мөлдірді ренжітпеу. Мөлдір оған қарап жымиып қойды. Күләш апа. Міне, ең үлкен жауапкершілік сол. Уақыт өте келе үйдегі адамдардың әрқайсының өз орны қалыптасты. Айсұлу сабырлы, бәрін үйлестіретін келін. Мөлдір әзіл қой, көңілді абысын. Әсел ең басталып біртіндеп үйдің ең мейірімді келініне айналған қыз. Нұрлан ауылдың әзіл қой жігіті. Ермек сабырлы аға. Ал Күләш апа бәрінің ортасында жүріп, бірде ұрсып, бірде күліп, бәрін біріктіріп отыратын ана. Бір күні кешке үшеуі Айсұлу, Мөлдір, Әсел аулада қатар отырып шай ішті. Әсел. Мен алғаш келгенде қатты қорықтым. Мөлдір. Мен де. Айсұлу. Мен де. Үшеуі бір-біріне қарап күлді. Әсел. Ал қазір? Айсұлу. Қазір сендерсіз ауылдың өзі қызықсыз болып кетер еді. Мөлдір. Дұрыс. Әсел. Мен де солай ойлаймын. Сол кезде Күләш апа сырттан. Келіңдер. Үшеуі бірдей. Иә апа. Қайдасыңдар? Мөлдір. Аулада. Үшеуің не істеп отырсыңдар? Айсұлу. Шай ішіп отырмыз. Менсіз бе? Әсел. Апа, қазір сізге де құямыз. Күләш апа. Ендеше күтіп отырмай әкеліңдер. Үшеуі күліп. Қазір. Күләш апа бірден. Қазір деген сөзді Нұрланға ұқсатпаңдар. Үйдің ар жағынан Нұрлан. Апа, мені неге әр жерде айтып жүрсіздер? Айсұлу. Өйткені сен біздің ауылдың ресми әзіл кейіпкерсің. Нұрлан. Онда жалақымды көтеріңдер. Мөлдір. Жалақың күнде бір табақ бауырсақ. Нұрлан. Келістік. Бәрі тағы күлді. Сол кеште ауылдың үстіне тыныштық түсті. Аспанда жұлдыздар көрінді. Алыстан иттің үргені естіледі. Қора жақтан малдың дыбысы шығады. Үйдің терезесінен жылы жарық төгіліп тұр. Айсұлу терезеге қарап отырып, Әселге. Сен енді бұл үйде бөтен емессің. Әсел күлімсіреп. Білем. Қайдан білдің? Әсел. Кеше Күләш апа мені келінім деп емес, қызым деп шақырды. Мөлдір. Болды онда. Айсұлу. Үшеуі үнсіз отырды. Өйткені кейде бір ғана сөз адамның жүрегіне үлкен жылу береді. Қызым деген сөз сондай сөз еді. Ал бұл үйде енді үш келін ғана емес, бір-бірін қолдайтын үш жан бар еді. Олардың әрқайсының мінезі бөлек, әрқайсының өткен өмірі бөлек. Бірақ оларды бір дастарқан, бір шаңырақ және бір-біріне деген мейірім біріктіріп тұрды. Ал ауылдың өмірі жалғаса берді. Келесі күні таңертең Нұрлан тағы бір жаңалықпен келді. Бұл жолы оның қолында үлкен қап бар еді. Күләш апа есік алдында тұрып, Нұрлан, тағы не әкелдің? Нұрлан. Апа, ауылға жаңа бұзау келді. Қайдан? Мен сатып алдым. Күләш апа аң-таң. Өзің бе? Иә. Қалай сатып алдың? Ақша жинадым. Мөлдір оның қасына келіп. Шын айтасың ба? Иә. Күләш апаның жүзі жұмсарды. Жарайсың балам. Нұрлан күлімсіреді. Енді мені бұрынғыдай жалқау демеңіз. Күләш апа. Жарайды. Нұрлан қуанып еді. Күләш апа. Бірақ қой жоғалтқаныңды ұмытпаймыз. Нұрлан. Апа. Аула қайтадан күлкіге толды. Ал жаңа бұзау қорада жай ғана мөңіреп тұрды. Ол да бұл үйдегі адамдардың бір-бірін әзілеп жақсы көретінін әлі білмейтін. Бірақ көп ұзамай, ол да ауылдың бір мүшесіне айналатын. Өйткені бұл ауылда жаңа келгеннің бәрін бір күні өз адамдай қабылдайтын. Ауылдың берекесі де осында еді. Айсұлу ауылға алғаш келгенде ең қатты нені ойындады? Жауабыңызды пікірге жазыңыздар. Арнаға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер. Қай қаладан тыңдап отырсыздар? Қазір сағат қанша?